Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Бүгінгі видео тауықтарым жөнінде болмақ. Видео басталмастан бір каналға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Мынау менің тауықтарым, мен де отырмын. Бүгінгі видео қандай тауық асыраған дұрыс, сол жөнінде сіздерге айтатын боламын. Негізінде барлық тауықты асыраған жақсы. Кучин бар, адлер бар, брама бар, домашний тауықтар бар, қызыл несушка бар, легорн бар, енді золот чистый дейтін тауықтар да бар, енді карликовый бар, әртүрлі ғой, тауықтар көп. Мына жерде менде үй тауықтар, сосын бірең-сараң светлый брамалар бар. Негізінде ең салқынға төзімді тауық, ыстыққа да салқынға да төзімді тауық бұл домашний тауықтар. Үй тауықтары ғой, былай айтқанда қазақша айналғанда үй тауықтары. Негізінде сіздер бірінші тауық ұстарда қандай бағытта ұстайсыздар, соны біліп алу керек. Біреулер етті бағытта ұстағысы келеді, біреулер жұмыртқа бағытында ұстағысы келеді. Енді сізге жұмыртқа бағытында ұстағыңыз келсе, сізге легорн, несушка, қызыл несушка, адлер, кочин тауықтары жұмыртқаға жақсы. Үй тауықтары тек қана балапан шығаруға да жақсы, және де оларда жұмыртқа туулары олардікі де жақсы. Оларда жақсы жұмыртқа туады десе, оларда просто жұмыртқа туып жатқанда кейбір тауықтар көп жұмыртқа туып жіберсе басқысы келіп кетеді. Сол себепті домашний тауықтар басуға жақсы болады. Астарына 10-15 жұмыртқа салсаңыз, сізге біреуін де қалдырмай шығарып береді. Сол негізінде сол тауықтар ең тиімді тауықтар. Манағыдай адлер, кочин, қызыл несушка. Сіздер енді пікірлеріңізді комментария жазып кетіңіздер. Келесі қандай видео күтесіздер, сол туралы да жазып кетсеңіздер жақсы болатын еді. Мен де келесіде сол туралы сіздерге міндетті түрде видео түсіретін боламын. Каналға жазылып қойыңыздар, тағы да лайктарыңызды басып кетсеңіздер. Видео ұнаса тағы да айтамын, лайк басыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.